Қайырлы күн достар, бүгін біз мұздатқышта 2 ай сақталатын бұзылмайтын пельмень дайындаймыз. Бірінші қамырын елеп аламыз. Ол үшін бізге 200 грамм су, 1 шай қасық тұз, 2 қасық су май, 2 жұмыртқа және альбумин қажет. Альбумин ол сухой жұмыртқа. Альбумин қамырдың пісіп шыққаннан кейін езілмеуіне, мұздатқышта ұзақ сақталуына және мұздатқыштан шығарған соң сынып кетпеуіне көмектеседі. Осы айтылған ингредиенттердің бәрін араластырып алып, 620 грамм ұнның үстіне құямыз. Барлығын бірден құйып, осылай қаттырақ қылып нан илейміз. Қамырды жарты сағат тынғанша қойып қоямыз. Бұл қамырдан кеспе және еттің жаймасын да жасауға болады. Қамырымыз тынған соң жаюға кірісеміз. Бірінші өстіп үстінен басып шығамыз. Сосын оқтаумен жұқа қылып қамыр жаямыз. Жайып болған соң осындай домалақ формамен домалақ қылып кесіп аламыз. Қамырымыз кеуіп кетпес үшін кесілгендерді өстіп салафанға салып отырамыз. Фаршқа қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз да пельмень түйуді бастаймыз. Егер пельмень піскен кезде ашылып кетпесін десеңіз, түйіп жатқан кезде жабыстыратын жеріне кішкене саусағыңыздың ұшымен су жағып түйсеңіз болады. Пельмендерді түйіп болған соң тақтайға тізіп шығып, мұздатқышқа 1 сағатқа салып қою қажет. 1 сағаттан соң тоңазытқыштан шығарып, толық қатқан пельмендерді салафанға салып қойсаңыз болады. Сол кезде бір-біріне жабыспайды. Кез келген уақытта тоңазытқыштан шығарып пісірсеңіз болады. Бұл езілмей жақсы болып піседі. Егер сізге видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Назерке, келесі кездескенше.